Мінекей достар, үйіміздің ішіне кірдік. Үйіміздің ішіне кіретін болсақ, осындай уютный кіреберіс. Мінекей. Және сразу үлкен, кең, просторный, қараңыздар, холға түсіп кетеміз. Өте әдемі винтовой лестницамыз бар бұл жерде. Мынандай жан-жақтама терезелермен просторный холл. Көріп тұрсыздар, сразу кондиционер орнатылған. Ауламызды көріп тұрсыздар, қараңыздар, не деген тамаша аула. Ал дайындалыңыздар, бірге осы үйдің обзорын көрейік. Өте әдемі үй. Бұл обзор өте әдемі болады. Мінекей қараңыздар, оң беткейімізде үлкен кісілерге арналған өте кең, просторный жатын бөлме, қараңыздар. Өте үлкен, просто камера не передает, комната очень большая. Және бұл жерде мына бір детский бөлмеміз бар. Бұны кабинет жасайсыздар ма, детский жасайсыздар ма, өздеріңіз енді білесіздер. Мінекей. Және де ремонт свежий, жаңадан ремонт жасап қойған, өздер көшіп кеткеннен кейін. Мінекей. Бұл жерде тамаша үлкен прачечный. Қараңыздар, өте кең бөлме. Прачечный и санузел. Және де мынау жаңағы основной вход, мына жер холл, 1-2 жатын бөлме бірінші этажда. Сөйтіп осы жерден қараңыздар. Дизайн өте ыңғайлы, әдемі үй. Керемет столовыйға шығып кетеміз. Мінекей. Тамаша стильдегі столовый бұл жерде. Үйден бөлек жанынан істелінген. Бұл жерде де кондиционерлеріміз орнатылған. Және осындай өте уютный, достар, ас бөлмеміз. Қараңыздаршы, аулаға қарап тұрады. Ауламыз өте әдемі және тікелей осы жерден де аулаға шығып кетуге болады, достар. Кеттік, екінші этажды көрсетейік. Екінші этажда 4 бірдей жатын бөлмеміз бар. 2 санторап, 2 мастер спальнямыз бар. Дизайн өте әдемі, лестница ыңғайлы, шағы да өте әдемі. Осындай стильдегі үйіміз, достар. Ал міне, достар, екінші этажға көтерілдік. Екінші этажға көтерілетін болсақ, 4 жатын бөлме, мынау әдемі. Балконымыз қараңыздар. Мінекей 1, 2, 3, 4 бірдей жатын бөлме. Мынауынан бастайық. Бұл жерде қазір заттар қойылы тұр, бірақ өте кең бөлме. Бірінші жатын бөлмеміз, достар. Мынау детский бөлме десек болады, қараңыздар. Өте кең, просторный, жан-жақтама терезелер. Осындай әдемі екінші жатын бөлме. Кеттік, мынау мастер спальня. Мұнда ТВ зона. Бұл жерде де кондиционер, балкон. Мінекей. Және өзін жеке санузелі. Санузел өте кең бұл жерде, қараңыздар. Просторный санторап терезесімен. Ал кеттік. 4-ші жатын бөлмені тамашалайық. Мынау, достар, 4-ші жатын бөлмеміз. Бұл жерде де байқасаңыздар, өзін жеке санторабы бар. Ал мінекей, достар, осымен толық обзорымызды бітірдік. Қалай сіздерге осындай үй ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Барша қазағым үйлі болсын, баршаңызға осындай керемет үйлер жосты болсын тамаша районнан. Барша менің көрерменім осы жылы міндетті түрде үйлі болсын.
жаңа үйге көшу қоныс тойын тойлаңыздар. Всем пока. Келесі кездескенше достар, аман есен жүре беріңіздер. Мінекей осымен толық обзор бітті. Түспей қалған жер жоқ деп ойлаймын. Мінекей достар, сау болыңыздар.